Сабақ кестесі бойынша ертең болатын пәндерден үй жұмысын орындауға қанша уақыт жіберілгені туралы ақпаратты беретін бағанды диаграмма салыңдар дейді. Бұл не деген сөз? Бізде мысалға ертең болатын сабақ кестесі мынандай болсын. Бізде математика болатын болсын, одан кейін қазақ тілі болатын болсын, қазақ тілі, ағылшын болатын болсын, ағылшын тілі, және тарих болатын болсын. Қазақстан тарихы дейік. Енді бізге осы туралы әр қайсысына қанша уақыт орындауға, үй тапсырмасын жұмсауға қанша уақыт жіберілгені туралы екенін жазайық. Мысалы, бізде математикаға бізде 2 сағат кетсін дейік. Қазақ тіліне бізде 1 сағат кеткен болсын. Ағылшын тіліне бізде 30 минут кеткен болсын. Және тарих сабағына бізде 1 сағат 30 минут кеткен болсын, 1 сағат 30 минут. Енді осыны бағандық диаграмма түрінде көрсетейік. Оны көрсету үшін біздер мынандай координаталарды саламыз. Бізде ең жоғарғысы 2 сағат болғандықтан мына жерде 2-ні тауып алайық. Мына жерде бізде 1 болады, ортасы. Енді қарайық. Бағандық диаграмма бізде математикаға 2 сағат жұмсадық дейді. Сондықтан математиканы мына жерге саламыз. Мынау 2 сағат, Берген математика деп қойайық. Қазақ тіліне біздер 1 сағат жұмсадық дейді. Мына жерге қазақ тілін жазып қойайық. Ағылшын тіліне біздер 30 минут жұмсадық дейді. 30 минут дегеніміз ол 1 сағаттың жартысы. Сондықтан ол шамамен мына жерде болады. Мына жерге ағылшын тілі дейік. Және тарихқа біздер 1 сағат 30 минут жұмсадық дейді. 1 сағат 30 минут дегеніміз шамамен мына жер, ол мына жерге келетін болады. Сонда ол тарих. Сонда міне бағандық диаграммамыз осындай болады. Енді келесісін шығарайық. Еліміздің оңтүстігінде әр жылдары каналдар қазылған. Оның ішінде Шу каналының ұзындығы 39 км, Лепсі 70 км және Шыршық 86 км. Каналдар деген өзендер сияқты, олар бірақ адамдар қазып солай жасаған. Олар өздері шыққан емес. Сондықтан міне оның ішінде Шу каналының ұзындығы 39 км дейді. Лепсі 70 және Шыршық 86 км. Осы мәліметтерді көрсететін бағанды диаграмманы салыңдар дейді. Дәл сол сияқты біздер координаталарды саламыз. Енді бізде 39 км бізде берілген, 70 және 86. Бұлардың барлығын 39 см былай салып отырған өте ұзақ болады, немесе 70, немесе 86. Сондықтан бұларды масштабтарын кішірейтеміз. Кішірейту үшін біз бұлардың барлығын мысалға 10-ға бөлейік. Сонда біріншіміз бізде 3,9 болады, екіншіміз 7 болады, үшіншіміз 8,6 болады. Мына жерге сонда бірлік кесіндімізді біздер бірлік кесіндіміз бізде 10-ға тең болсын. Сонда 39 дегеніміз 3,6 болады. Мына жерге 39 саламыз шамамен 3,9 сантиметрда. Сосын мына жерге 70 саламыз, бұл 7 сантиметрге, және 86-ны саламыз 8,6 сантиметрге. Және осы жерге бағандарымыз саламыз. Шу каналының ұзындығы 39 дейді. Мына жерде болады 39-ымыз. Бұл жерге Шу болсын, Лепсі каналының ұзындығы 70 дейді. Ол мына жерде болсын. Бұл жерге Лепсі деп жазып кетейік. Және Шыршық каналының ұзындығы 86 км дейді. Мына жерге Шыршықты жазып кетейік. Міне, осылай бағандық диаграммамыз салынады.